Сәлем қыздар, бүгін сіздерге қонақты таң қалдыратын ерекше салаттың рецептісімен бөлісемін. Шынымен қонақтардың барлығына ұнады. Ең алдымен осылай салат жапырақтарын қолымызбен үзіп-үзіп, жеуге ыңғайлы болатындай етіп, бөліктерге бөлеміз. Қатты ірі болып кетпесін және қатты ұсақ болып кетпесін жапырақтарыңыз. Одан кейін осындай ысталған тауық етін аламыз. Бір аяғы бізге жетеді. Барлығын сүйектерінен ажыратып аламыз, сосын 4 бұрышты етіп тураймыз. Қыздар, қонақ келгенде қандай салат жасаймын деген ой болатын болса, менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Қонақ дастарханға ұсынатын көптеген салаттардың рецептісі бар. Қыздар, қазақша каналдың дамуына өзіңіздің үлесіңізді қоса отырып, міндетті түрде парақшама тіркеліп алыңыз, және менің парақшамда күнделікті тағамдардың ерекше түрлері бар. Одан кейін орташа көлемдегі сырды пайдаланамыз. Бұл жерде 300 граммдай сыр шығады. Барлығын 4 бұрышты етіп турап аламыз. Қатты майдалап, ұсақтап жіберудің қажеті